Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сиыр сүтінен сүзбені жасап көрсететін боламын. Бұл сүт өнімі 100% табиғи өнім болып саналады, себебі қаймаға алынбаған таза сиыр сүтінен жасалынады. Ең алдымен таңертеңгілік сауылған сүтті осылай сүт сүзгіштен сүзіп аламыз. Сүттің көлемі менде 5 литр. Сүзілген сүтті отқа қойып қайнағанын тосамыз. Міне видеода көрсетілгенде осылай қайнайды және сүттің көлемі ептеп азаяды. Қайнаған бетте 70%-лық уксус қышқылын 1-2 тамшы тамызамыз. Және жылдамдатып осылай ағаш қасықпен араластырамыз. Уксус реакцияға түсіп, сүзбеміз осылай сарысуынан бөлініп шығады. Және ескеретін жайт, уксусты тек қана сүтіміз қайнаған кезде құю керек. Көріп тұрғандарыңыздай, толығымен сүзбеміз сарысуынан бөлініп шықты. Осындай үлпілдек, жұп-жұмсақ масса болып шықты. Дайын болған сүзбені сүзгішке салып, толығымен суытамыз және сарысуы толығымен ағып біткенше қойып қоямыз. Сүзбеміз дайын. Сүзбені мен ит тартқыштан осылай өткізіп алдым. Осындай үлпілдек, жұп-жұмсақ, әлі үгілмелі болып шықты. Және таңғы асқа сүзбеге қаймақ, қант қосып араластырып ұсынатын боламын. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.